Тозақ оттары, дейді Янумака күбірлеп. Тозақ оттары жымыңдайды, көріп тұрсыңдар ма? Тозақтың оты. Янумака көздері бақырайып, қырылдаған қорқынышты үнмен әне деп қолын шошайтып сүріне-мүріне тұра қашады. Зәрелері ұшқан балалар да тым-тырақай жүгіріп, лашықтарына жеткенде бірақ тоқтайды. Янумака шал сол үрейден ақыры арыла алмады. Азанның ақыры мейрамынан кейін көп ұзамай жынданып өлді. Жан тапсырар алдында тозақ оттары жымыңдайды деп сандырақтапты. Атам заманнан өстіп өзді бір келкі тұрмыс кешкен Араку тайпасының тіршілігі міне дәл осы тұста аяқ асты тас талқан болды. Өзен сулары жаңбыр тасқыннан кейін сабасына түсіп егістікке тұқым себелеп келесі мейрамға дайындалып жатқан кезі еді. Көсемнің үлкен қызы көрші тайпа көсемнің ортаншы ұлына ұзатылатын болып, бұл өлкеде бұрын соңды болып көрмеген бір қызық думан басталғалы тұрған. Ай толығысу 2 күн қалғанда, таңғы елең алаңда ұйқыдағы қалың лашық найзағай шатырындай бір үннен шошып оянысты. Кияку қаракөлеңкеде лашықтан жүгіре шыққан әкесін байқап қалды. Бір түрлі күннің шатырына ұқсаңқырамайтын үннің үсті-үстіне жиілеп бара жатқанын, әлдекімнің атын атап қатты шыңғырған әйел дауысын естігенде барып, мылтық тырсылын ажыратты. Әлі санаға жетіп болмаған үрей мен таңырқау қабат билеп, сыртқа қалай атып шыққанын да сезген жоқ. Ол тіпті пальма банан ағаштарынан да ар жағынан дүркін бұрқылдаған от жалын түтінге де қабылан аулау биін билегісі келгендей бір қолын көкке көтеріп шалқая құлап бара жатқан еңгезердей жауынгерге де бейжай қарап тұрып қалғанды. Кенет әлде кімнің қашыңдар атып жатыр деген ащы айғайынан есін жиып қорқынышын қалтырап қоя берді. Ол енді адамдардың неге құлап жатқанын, кәрі қабан атанған көрші шалдың омырауын неге қан жуып кеткенін біршама түсінгендей болды. У-шудың арасынан өздерінен қашыңдар өзенге деген айғай естіледі. 2 лашықтың ортасында сілейіп тұрып қалған Кияку қолынан жұлып сүйреп жөнелген адамға қарап үлгермесе де, шешесі екенін бірден таныған, артына тағы бір қарағанда, айару көсемнің сап-сау адамдай жерге тізерлеп шөккенін, сонан кейін тым ыңғайсыз дәл бетімен гүрс етіп құлағанын көрді. Өзенге деп табындай айғайлады әлдекім. Шешесі орманға кіргеннен кейін де ұзақ жүгірді. Мылтық дауысы саябырлаған кезде барып, Киякуды бауырына басқан күйі қалың шырмауықтың арасына құлай кетті. Қолындағы ортасынан сынған шолақ найзасын оңтайлап, айласына ашынған аңның жүзіндей жабайы қызғанышпен жууға қарайды. Кияку алғашқыда шешесі екеуінен басқа ешкімде аман қалмаған шығар деп ойлаған, бірақ олай болмады. Біраздан кейін тым-тырақай басып кеткен халық бір-бірлеп бас құрап, қару асынған еркектер бір өңкейленіп, шоғырлана бастады. Кияку бұтақ жырып кеткен тізесін жапырақ жапсырды. Көсем оққа ұшты, деді әкесі жандарына келіп. Денесін алып шығуға Сари жалғыз кетті. Кияку шешесінің жүзіне қараған жоқ, бірақ қолының терлеп қоя берген жағдайынан жақсы емес екенін сезіп тұр. Әлден уақытта мылтық дауысы гүрс ете қалды. Бүкіл аракулар ах дегендей болды. Кияку шешесінің сыбырлап сиынған дыбысын естіді. Әкесін де көрді. Әкесі найзасын жерге шаншып, қолын артына ұстап, сабыр сақтап тұр екен. Түрінен қорқыныш емес, мақтаныш тәрізді бірдеңе байқалады. Кияку әмәнді әкесінің осы бір таймайтын сабырлы пішінін көргенде өзінің қорқақтығынан ұялып, қорықпауға да болады екен ғой деп ойлап, және осынысымен қауіп қатерді құтылып кететін бір амал тауып тұрғандай қуанып қалатын. Мылтық дауысы тағы да гүрс етті. Кияку көзін жұмды. Көзін жұмып мылтық дауысын естіп тұра берді. Гүрс ете қалған тірі деп ойлады. Атып жатқан тірі, келе жатқаны тірі, сосын атып жатыр. Мылтық дауысы біресе әлденеге тіреліп қалғандай келте тық ете қалады да, біресе қызған тасты суға батырғандай бір дыбыспен ұзақ зыңылдайды.
Таңғы орман ішінен үріккен құстардың шуылы естілді. Кенет тасыр-тұсыр құлаққа ұрғандай сап тыйылды. Киякудың жүрегі зу ете қалды. Өлді деген ой санасына қарып өтті. Сөйтсе де тағы бір рет атылмас па екен деген дүдәмәл үмітпен демін ішіне тартып тұра берген жұрттың әлденеге гуілдеп кеткенін естіп көзін ашып қалғанда қарсы алдында екі тізесін сүйеніп тері бұршақтап ентігіп тұрған Сариді көрді. Көсем денесін жерге жатқызыпты. Жанында әкесі тұр. Сари әкелгені басқа, әкелгені белгісіз дәрі салған дорбаларын, зікір салғанда киетін қауырсын киімдерін, барабан салдырмақтарын қолтығына қысып алыпты. Киякудың әкесі дереу көсемді емдеуге кірісті. Көсемнің оң жақ қабырғасының астынан саулаған қан әрең тоқтады. Бақсы дәрі-дәрмектерін жаққаннан кейін сыртынан орап таңып тастады, бірақ көсем көзін ашқан жоқ. Өліктей сазарып сүлік жатыр. Бақсы ортаға от жақтырып темекі тұтатты. Жаралы көсемнің алдына тізерлей отырып, ағаштың бұтағын аузына тигізіп, будақтатып түтін шығарды. Содан кейін екі қолын айқастырып, күңіренген дауыспен әндетіп дұға бастады. Көмекші бақсылар да дұғаның соңғы тармағына қосылғанда, Киякудың әкесі асқабақ қабығынан жасалған зікір кеуегін қаңғырлатып, көсемді айналып билей жөнелді. Кеуек қаңғырлығы күшейген сайын бақсының қимылы да шапшаңдап, біраздан кейін тіпті көз ілеспей кетті. Жағалай қоршаған аракулар көсем жүзіне телміріп қарап қалған. Көсем көзін ашты. Таң бозынан арылып шығар күннің сәулесімен шыңылырлата бастаған көкшіл аспанға қарап ұзақ жатты. Басын бұрды. Ешкімді танымаған секілді тұрғысы келіп ұмытыла түсті де, бетін тызырайтып қайтадан көкшіл аспанға қараған күйі жатып қалды. Өртеп жатыр, деді кенет әлдекім қырылдаған үнмен. Ел шошынып көкке қарады. Аспанға лашықтар тұсынан будақ-будақ қою түтін көтерілді. Киякудың содан кейін есінде қалған көсемді зембілге салып, обап-шұбап өзен бойымен күн батысқа қалың орман түпкіріне үдере көшкен қалың топ, арттан ізге түскен ақ адамдардың атқан мылтықтары, алыстан анда-санда бір шаңқ етіп төңіректі дүр сілкіндіреді. Орман іші қалыңдап, зәулім ағаштардың басынан күн сәулесі көрінбей, бір түрлі у-шусыз қорқынышты қара көлеңке шаққа ауысты. Кәрі табиғат-ау, адамдар менің еркімнен бөлініп өз беттеріңше ой ойлап заң шығарып тіршілік құрып кеткенде бір-біріңе көрсеткендерің осы ма? Ендеше өзіме қайта кел, еркіңді өзіме бер дегендей тылсым құшағына қымтай түсті. Дүниеде зұлымдық үшін жаратылған қасақана мақұлықтар бар. Олардың зұлымдықтарына ешкім бұл не үшін деп сұрақ қоя алмайды. Олар өз міндетін атқарушылар секілді жылан шағуға, пираналар талап жеуге, масалар ауру таратуға міндетті. Кияку ақ адамдардың шабуылын да осындай себебін анықтауды қажет етпейтін оқиғалардың бірі деп санады. Оның тек бар анықталғаны бүкіл елге түскен мынау қатерлі жайт зембілде жатқан ұлы көсем Айруаның да, әруақты бақсылардың да, жүрек жұтқан жас батыр Канатоның да шамасынан тыс бел тірейтін сүйеніші жоқ, үміті жоқ, тұңғиық бір түпсіз үрей. Шалдар да, әйелдер де үнсіз жылап келеді. Көсем әлсін-әлсін тала берді. Қалың жұрт қайда кетіп барады, қай жерге барып тоқтайды, ешкім білмейді. Сонау ойын сауық, той бейбіт күндер туып өскен мекен жұрт осыншалықты ғапыл ғайыптан ғайып көзден бір-бір ұшты. Күн еңкейе аракулар өзен жағасына тоқтап көсемді зембілден түсіріп, тайпа басшылары кеңес өткізуге жиналғанда, арттан Канато бастаған жауынгерлер де қуып жеткен. Қалай ұстағандары белгісіз, шашы тікірейген, жағына тыртығы бар еңгезердей ақ адамды қолын артына қайырып байлап тастапты. Ақ адамдар қанталаған көздерімен алақ-жұлақ етіп маңайына үрейлене қарайды. Канато тұтқынды өзен жақтағы ағаш арасына әкеліп қолын шешті. Содан кейін шырамытқан адамдай тұтқынның бой басына көз жүгіртіп қарап алды да шеткі жауынгердің балтасын сұрады. Бұлшық еттері дір-дір етіп қолындағы ай балтасынан
қыса ұстап тұтқынға тақай түскен Канатоны көргенде жұрт не істегелі тұрғанын түсінбей тым-тырыс қадалып бағып қалғандай. «Қанішер», деді Канато құпия бірдеңе айтып тұрғандай сыбырлап. Тұтқын қолымен басын қорғады, бірақ Канато шапқан жоқ. «Ұста», деді балтаны ұсынып. Тұтқын түсінген жоқ. «Ұста деймін». Тұтқын алақ-жұлақ етіп, есі шығып қорыққаннан балтаны ұстады. «Таңда», деді Канато жауынгерлерді қолымен көрсетіп. «Бізді заңымыз жекпе-жек. 3 рет жеңіп шықсаң басыңа бостандық». Бірақ тұтқын мұның бірін де түсінген жоқ. Өз тілінде бірдеңе деп балдырлап, артымнан ұрама деп қауіптенгендей, ту сыртына бұрылып қарай берді. Канато ымдап түсіндірді. Тұтқынға қолындағы балтаны көрсетіп, одан кейін жауынгерлерді көрсетіп, жекпе-жектің қимылдарын жасады. «Таңда», деді тағы да. «Таңда біреумізді». Тұтқын түсіне қалды. Үре билеген бет әлпеті қалпына түсіп, шүңірек көздерінде зұлымдық ойдың нышаны жылт ете қалғандай болды. Бірақ әлде сенбей Канатоға жалтақтай берді. «Таңда», тұтқын біреуді оятып алмайын дегендей, аяғының ұшынан басып жауынгерлер тобын аралай бастады. Тағы да Канатоға бұрылды. Канато басын изеді. Тұтқын содан кейін бойын билеп нық басып барды да, шетте тұрған қайықшы ақсақ шалды нұсқады. Жауынгерлер абыржып бір-біріне қарады. Канато да үн-түнсіз ыңырайып тұрып қалыпты. Алпамсадай қайратты жігіттің қалайша кемтар шалды таңдағанына бәрі де түсінбей тұрған секілді. «Мен дайынмын». Шал беліндегі садағы мен қорамсасын шешіп жерге қойды да, қабағын түйіп қолындағы балтаның жүзіне қарады. Ол бір кезде мақтаулы жауынгер әрі аңшы болған. Бірақ бұл күнде сол атақ даңқырттан басқа басында ештеңе қалмаған кемтар шал ғана. Ұрыстың басталғанынан білдіріп, барабандар дүңк ете қалғанда жауынгерлер серпіліп шегініп кетті. Тұтқын мен шал бір-біріне тесіле қарап жақындай берді. Тұтқын бұрын ұмытылып балтасын сермеп қалғанда шал қағып үлгірді. Бірақ әулетті қолдың екінші соққысының шамасы жеткен жоқ. Мойыннан қиып түскен балта ізінен қан шапшып, томардың үстіне құлап түсті де, аса қиналмай аз кем тыпыршып жатып жан тапсырды. Тұтқын айқастың тым тез біткеніне қуанғандай, сөйлекет ыржия күліп маңайына қарады. Содан кейін тағы бір әлсізді таңдап алғысы келіп, қоршаған топтың көзімен алақ-жұлақ тінтіп жағалай бастады. «Тоқта», деді Канато қолын көтеріп, қанға қан. Ортаға шыбықтай майысқан, талдырмас жас жігіт шықты. Сазарған жүзінен я үрейдің, я қайғының белгісі білінбейді. Түнсіз балтасын кезеп тұра қалды. Барабан дүңк ете түсті. Тұтқын қанға құныққандай құтырына тап берді. Жас жігіт жалт бұрылды. Және жаттығу жасап жүргендей, алдын ала болжап асықпай емін-еркін жалтарды. Екінші, үшінші соққыларды да дарытпады. Тұтқын енді есі шығып, үрейленіп, оңды-солды сермей түсті, бірақ жас жігіт қару жұмсаған жоқ. Тұтқынның зәресін алып, соққыларын дарытпай оп-оңай жалтарып кете берді. Тұтқын өлетінін шын сезді. Жылағаны я күлгені екені белгісіз, кеңк-кеңк етіп, жан ұшыраған қимылмен құр ауаны тілгілеп жүр. 2-3 рет ет бетінен құлады. Кенет амалы таусылып, қалшылдап тұрып қалды да, балтаны тастай салып өзенге қарай тұра қашты. Ешкім қуған жоқ. Тұтқын өзенге қойып кетті. Сол мезеттен ақ жан түршіктірер, шыңғырып жағаға қайта ұмытылды. Шығып үлгірмеді. Жан таласып, қарманып жатып, әлден уақытта үні өшті. Аракулар жағаға келгенде, қан жайылған су арасынан тұтқынның ағараңдаған сүйегі ғана көрінді. Бір екілі пираньялар, жыртқыш балықтар желке тұсынан жалбыраған қызыл етін жұлып кетіп жатты. Аракулар кейін қайтты. Жас жігіт томар үстінде жатқан әкесінің өлігіне үн-түнсіз өңіліп ұзақ тұрды. Аракулар көп қырылғандықтан әрі өліктердің бәрі далада қалғандықтан бұрынғыша қасиеттеп, қаралы бимен жоралғы жасап жерлеуге мұрша болған жоқ. Өлімнің бәрі де жанға бататын ғапыл өлім, бірақ солардың бәрінен де Киякудың
Киякудың шешесі мен әкесіне қатты батқаны Саридің өлімі. Жалғыз өзі көсем денесін алып шыққанда жауған оқтың бір дарымай аман шыққан Саридің әлдеқалай қаңғыған оқтан қаза табудың ешқашан да орны толмас өкініш болды. Қараңғысыз орманда түнеп шыққан қалың ел таң саз бере тағы да жолға шықты. Әлдеқандай жалпақ өзеннің арғы бетіне өткеннен кейін ұзақ жолдан титықтаған аракулар қоныс тебу мақсатымен лашықтар тұрғыза бастаған. Бірақ адам баласы аяғын баспаған бұл өлкеде шектей шұбатылған айдаһар мен аллигатордан басқа мақұлық кездескен жоқ. 3 адамды келген күні жылан шағып өлтірді. Балыққа аңға кеткен еркектер бірнеше күн қатарынан қорқол қайтты. Аштық басталды. Шөптің тамырын талшық еткен аракулар шеттерінен көп болып ісіп кетті. Ақыры уайымнан құса болған жаралы көсем ай толысқан күні у ішіп өлді де, тайпаның қалған басшылары кеңес өткізіп, тіршілікке қолайсыз, қайырсыз жерден көшу керек деген байламға келді. Келесі күні лашықтарын өртеп, көсемнің сүйегін зембілге салып, қалың ел тағы да үдере көшті. Бұл бір тірі жанды, тіршіліктен түңілдірілген дұшпанның басына тілемейтін, өмірі естен кетпес бейнетті күндер еді. Бала шағасымен убап-шұбап азып тозған аракулар тағы да бірнеше күн жол жүріп, әлдеқандай бейтаныс таудың етегіне тоқтады да сол араға бір жола қоныс тепті. Баспаналар тұрғызылды, қаралы билер бірнеше күнге созылып, көсемнің сүйегін жерледі. Күндер өтті. Күн өткен сайын жаңа қоныстың жайлы орын екені сезіле бастады. Ел есін жиып, күнделікті әдет ғұрпи діни жоралғыларын қалыпқа түсті. Жүрек жұтқан Канато көсем болып сайланды. Бақсылар бұрынғаша күн батар алдында отты қоршап, темекі түтінін бұрқыратып, жын перілер рухын қуалап, періштелерден шапағат тілейтін болды. Еркектер маска жасап, әйелдер той нанын пісіріп, тәтті суын дайындап, толық ай мейрамынан әзірлене бастады. Тек Киякудың әкесі ғана әдеттен тайып 2-3 рет орман тауды аралап қайтқаннан кейін қайтып алыс сапарға аттанған жоқ. Күн сайын зікір салып, ауруларды емдейді. Түні бойы лашық үшін көк түтін қылып, шөп қайнатып дәрі жасайды. Әкесінің лашық ішінде тәуіптік құрып қанша уақыт сарғайғаны есінде жоқ. Ұзаққа созылған жаңбыр тасқыны аяқталып, балшықтар сүңгі ауруларını қайыққа тиеп, жолға дайындалып жатқанда әкесі өзінің көмекшілері болып саналатын 6 бақсыны лашығына жинап алды. Аракудың атақты 6 бақсысы, деді ол түрегеп тұрып, асықпай темекі түтінін бұрқыратып. Жаратушы куә, аракулар өмір бойы өзгеге қиянат қылып көрген жоқ. Бірақ өзінің көргені өмір бақи қиянат. Араку әділдікпен бірге жаралған, әділдік өлген күні қоса өлмек. Ендеше дүниеде әділдік жоқ, сол себепті біз де өлмекпіз. 6 бақсы отқа телмірген жүздері көтеріліп, үлкен бақсыға таңырқай қарады. Ақ адамдар ата мекен жұртымыздан қуып шығып, жан баспаған меңіреу батпақты орманға тықты. Батыр ұлдарымызды өлтірді. Араку тайпасының атам заманғы асыл қоймасы жау қолында. Бірақ менің айтарым ол емес. Араку жұртына кеселді дерт жабысты, жұқпалы дерт. Зәрелері ұшқан бақсылар орындарынан атып-атып тұрды. Ол лашықтарды өртеп қоныс аударып құтылатын дерт емес. Мен көсем өлген батпақты орманның неғылған жер екенін енді білдім. Ол жын перілер рухы жайлаған індет ордасы. Бізге індет тарады. Бұл өте баяу тарайтын, ұрпақтан ұрпаққа жұғатын қатерлі індет. Араку үшін бұдан қатерлі жау қалған жоқ. Араку тайпасын осы күнге дейін көсемдер мен батырлар ғана жан берісіп, жау қолынан аман қалып келген. Енді мына жаудан қалың елді сақтап қалу үшін ешқандай көсемнің де батырдың да қолынан келмейді. Олардың ешқайсысы да сақтап қала алмайды. Тек біз ғана сақтап қала алуымыз мүмкін. Ей атақты 6 бақсы, ендігі бір үміт біздің мойнымызда. Мен барлық орманды тау-тасты кезіп, киелі шөп іздедім. Осы індетке шипа болар өзім білетін бір шөпті таба алмадым. Ол шөптің
күн мекені қасиетті жасыл көлдің маңайында, тау етегінде өсетін жақсы білем. Ендігі шешім сол ескі мекен жұрттан шөп дәрі әкелу. Жаратушыдан жақсылық болып тірі оралсақ, Араку елінің бағы ашылар. Өзімнің кішкене ұлымды ала барам. Дәрі жасауды осыған үйретем. Киелі қопия балаға ғана қалатын мұра. Әйтпесе дуа қашады. Араку үшін жан пида, деді бақсылар бір ауыздан. Әкесі Киякуды қасына шақырып отқа қаратып отырғызды. Бір үмітім осы ұлым. Мендегі барлық қасиетті кие осыған қалмақ. Бүгіннен бастап менің жалғыз ұлым Киякуды Аракудың 8-ші бақсысы деп біліңдер. Бақсылар отты қоршап тізерлей отырды. Әкесі оттан жанып жатқан бұтақты көтерді де, ант бер, деді Киякудың қолына ұстатып жатып. Кияку не дерін білмей жалтақтап әкесіне қарады. Мен Араку тайпасынан шыққан ұлы бақсы Чаро баласы Кияку, деді әкесі айбарлы биік үнмен аузына сөз салып. Мен Араку тайпасынан шыққан ұлы бақсы Чаро баласы Кияку, деп қайталады Кияку. Араку жұрты үшін құрбандыққа әзірмін. Бүкіл бақсылық ғұмырымды Аракуларға арнаймын. Әкесі екінші қолындағы темекі толған қамыс кеуегіне от салды да Киякудың аузына тақап бір сор деді. Кияку сорып қалды да қақалып шашалып шегініп кетті. Қалған бақсылар да темекі түтінінен бір-бір сорып отты қоршап, жақсылық рухына мінәжат қылып дұға оқыды. Бәрі де Чаро ұлы Киякуды Араку тайпасының 8-ші бақсысының бірі деп мойындады. Сол түні әкесі Киякуге киелі шөптен дәрі алудың жолын үйретті. Әрине, 50 жыл өткен аралықта осынау құпия өсиетті қанша тырысса да еске түсіре алмас еді. Бірақ әкесінің құлағына сыбырлап: ұмытпа, шипа дәріні жасауды дүниеде 2 адам біледі. Бірі ұлы бақсы Чаро, екіншісі оның кіші ұлы Кияку деген сөз әлі есінде. Таң ата 8 бақсы мойындарына дорбаларын байлап, қару-жарақтарын асынып, әруақтардан медет сұрап жолға аттанды. Өзеннің ағысымен төмен жүзіп, сәске шамасында жағаға тоқтап, бұлар қайықты жапырақтармен жауып, жасырғаннан кейін жабайы шошқалар салған жолмен кешке дейін жүріп аласа тауға шықты. Күн әуедегі бұлттарды қызыл ала нұрға бояп батып барады. Алыстан мұнартқан көкшіл тұман бірте-бірте ымырт құшағына сіңіп күңгірт тартты. Кенек аяқ астынан нөсер төтеп құйып кетті де, жолаушылар тау іргесіндегі үңгірге тығылды. Өткінші жаңбыр, деді бақсылардың бірі, жел айдап барады, бірақ жаңбыр басылған жоқ. Тынымсыз шақырған бақалардың шырылы мен аллигаторлардың көркіреген қорқынышты үндерін, алыстан талып жеткен құлама судың сылдырын естіп, түні бойы отыруға тура келді. Елең алаңда тұрған бақсылар жалғыз аяқ жолмен күн шыға өзен жиегіне жетті. Одан кейін әлдекім тығып кеткен қайыққа отырып, құлама суға дейін жүзді. Келесі күні тасқа өрмелеп таудың арғы бетіне өтіп, өзен жағасына түнеді. Таң ата қалың орман ішіндегі әлдеқашан аң жүрмеген ескі сүрлеуге түсіп, еш жерге аялдамастан түс ауғанға да Араку тайпасы жайлаған өлкенің шекарасына кірді. Өмірі жарық көрмеген түнек жыныс сетінеп, күн сәулесі нұрын төккен ашық аспанды, жеміс ағаштары самсаған мәуелі көңілді бір өлке басталды. Аяқ басқан сайын піскен банан, жаңғақ папай, манго жемістері көзге ұрады. Шуылдаған құстар үні, тоты құстардың барқылдаған тұрпайы дауыстары ерекше қуанышты бірдеңені білдіріп тұрғандай. Той болардағы дыбыра шуға ұқсап тұр. Ағаш бастарында отырған ұзын жүнді бақырауық маймылдар жолаушыларға бір түрлі ұнатпаған әрі мұңды пішінмен бей-жай қарап, жандарына тақай түскенде жылан шағып алғандай оқыс ырғып, орманды бастарына көтере шулап тым тырақай қашады. Ал одан әрі тым биікте отырған кішкентай ұзын құйрық тықыр маймылдар бұтақтан бұтаққа секіріп, бұлардың соңдарынан еріп, ысқырып, жаңғақ жеміс лақтырып, өздерінше қуалаған болады. Адамдар ұзап кеткенде өз істерінің нәтижесіне қуаныш білдіргендей, күлкіге ұқсас шиқылдаған бір дыбыстар шығарады. Жолаушылар сақтық үшін
Сүрлеуден бұрылып қараңғы түскенше жолсызбен жүрді. Түннің бір уағында олар жолай терген жеміс жидектермен тамақтанып, көз шырымдарын алу үшін көк шөпке қаз қатар жайғасты. Келесі сәске түсте бұлар межелі жерге жетіп тоқтады. Бұл таудың тегістелген қырат тәрізді дөңес іргесі екен. Киякун күн мекені болған киелі көлі қайсы екен деп маңайына қанша қараса да ештеңе көре алмады. Бақсылар орманның қақ ортасындағы алып молаға ұқсайтын дөңес қыраттың тасты беткейінен шөп қазуға кірісіп кетті. Кияку әкесінің бұрын соңды дәл бүйтіп жанталасып жұмыс істегенін көрген жоқ еді. Жарқанат шағып, есірік буған адамша балтасын аласұра сілтеп, селдір жапырақтарды сарғая бастаған тырбық қурайға ұқсас, тікенекке, шырмауыққа, гүлге ұқсас бірнеше шөптердің тамырларын тынбай қазды. Ақыры күн қызуы қайта тамырлар топырақтардан тазартылып, әркімнің дорбасына тең бөлініп салынды. Содан кейін бақсылар ақыры рет жүрек жалғап, жаратушы ұлы күшке сиынып дұға оқыды. Қозғалайық, деді Киякудың әкесі, балтасын белдігіне қыстырып жатып. Кияку орнынан тұрды. Әлденеге көзінің алды қарауытып, жүрегі шымырлап сыздағандай болды. Ол мұнысын ешқашан жақсылыққа баламайтын еді. Сылдыр еткен дыбыстан сезіктеніп артына жалт қарағанда, бұта арасынан мылтығын кезеп аспай-саспай жақындап келе жатқан ақ адамды көрді. Әкесі қашу керек, деді ақырын ғана. Ол осыны айтып мүлде жайбарақат тұрды да, көз ілеспей шапшандықпен беліндегі балтасын суырып алып жіберіп қалды. Мылтық даусы да гүрс ете, Киякудың соңғы көргені қалпағы ұшып құлап бара жатқан ақ адаммен кеудесін ұстап бір бүйілеп шөккен әкесі. Бақсылар Киякуды сүйрей-мөрей қалыңға кіріп үлгірді. Киякудың көзі қарауытып, басы айналды. Құлағы шыңылдап, басқа дыбысты естіген жоқ. Біреулер аузын басып тұншықтырып жатқан секілді. Талықсып барып көзін ашқанда, өзін дырылдата сүйрете жүгіріп келе жатқан жалғыз көз бақсы Курарені көрді. Қайдан екені белгісіз, тырсылдатып атып жатыр. Кесілген ағаштардың тұсына келгенде Кураре Киякуды емшектегі бала ұқсатып қолтығына қысып алды. Өстіп қанша жүгіргені белгісіз, Кураре әлденеге сүрініп ет-бетінен құлады да Кияку бірнеше қадам жерге ұшып кетті. Бері, Кияку томырға қатты соғылған басын ұстап, мәңгіріп Кураренің не айтқанын түсінбей алақтап қарай берді. Бері кел деймін, тез! Кияку мен Кураре қалың тікенек ағаштың арасымен денелерін қан-жоса қылып, шөп басқан терең сайға құлай кетті. Тым жақыннан дыбырлаған дыбыстар естіледі. Әлден уақытта мылтықтарын кезей ұстаған 3 ақ адам бұлар тығылған сайдың дәл жанына келіп, өз тілдерінде ұзақ дауласты. Арт жақтан тағы бір тобы қосылды. Олар бір-бірлеріне әр түсті қолдарымен көрсетіп, у-шу болып, дағдарысып, содан кейін мылтықтарын кезеп, ұстаған күйлері жан-жаққа бет-беттермен тарап кетті. Аспанның тең жартысын қып-қызыл етіп күн батты. Орман ішіне ымырт тұнып, әлден соң тас қараңғы меңіреу түнге айналды. Кураре дорбасын Киякуге қалдырып, сайдан еңбектеп шықты. Қараңдап біраз жерге дейін барып, одан әрі көмеске леске айналып, ақыры түн құшағына сіңіп жоқ болды. Жел тұрып, ағаш бастарының шуылы естілді. Нөсер төпелеп құйып кетті. Әлде қайдан сықырлаған сырыл естілді. Кияку деп сыбырлады әлдекім. Кияку селк ете түсті де сайға еңбектеп түсіп келе жатқан Курарені көрді. Бәрі де, деді, ол ентігін баса алмай. Бәрі де, тірі қалған ешкім жоқ, бәрі де. Жарқ ете қалған найзағай отынан малмандай болған Кураренің сепкіл жүзі, адырайған жалғыз көзі, арқасындағы дәрі шөптер салынға бірнеше дорба көрінді. Куаре мен Кияку сайдан еңбектеп жылжып, ашық алаңға одан әрі жалғыз аяқ жолдың жиегіне басталатын қалың ағашқа кіргенше бастарын көтерген жоқ. Одан кейін найзағай жарығымен бағдар жасап, өзеннің өткел беретін етегіне қарай жүрді. Нөсер үсті-үстіне төпелеп, әлден соң қатты жел көтерілді. Ағаштар суылдап, әлде қандай беймаза шаңқылдаған құстар үні мен сарқыраған сырыл қосылып, азан-қазан
үрейлі шуылға айналды. Түн ортасы, ауа нөсер басылып, жөңкілген бұлт арасынан ай сығалап, алладан аңғарғандаған боз мұнар шың көрінді. Бұл біздің бұрынғы аңшылар тұрағы, деді Кураре арқасындағы дорбасын түзеп жатып. Лашық тұратын, от жағатын шақпақ та болатын. Мұнар сейіліп, ай сәулесімен жарқыраған сұр жартас төменде қап-қара боп тулап аққан асау өзен арнасы айқын көрінеді. Кураре төбесіне пальма жапырақтарымен жапқан іші құрғақ аласа лашықты оп-оңай тапты. Кияку дайын тұрған аспалы гамаққа қисая кетті де, әкесінің өлімі жанына жаңа батқандай солқылдап жылап қоя берді.